Сәлеметсіздер ме балалар? Сендермен бірге Байзақ ауданы нөмір 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Гапарова Сания. Балалар, сендермен бірге бүгін біз Қазақстанның көрікті жерлері бөлімі бойынша Алтайдың сұлу табиғаты тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта білетіндер мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау, тақырып бойынша бірге жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Үйренетінің мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжайсыңдар. Тақырып бойынша бірге жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазасыңдар. Олай болатын болса, бүгінгі өтілетін тақырып нақты не туралы болмақ, соны болжап көрейік. Ол үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Сурет пен тірек сөздерге сүйене отырып, тыңдалатын мәтіннің мазмұнын болжаңдар. Тірек сөздер: Алтай, шоқы, таулы аймақ, табиғат. Дескриптор сурет пен тірек сөздерді байланыстырады, мәтін мазмұнын болжайды. Жарайсыңдар балалар. Сендердің ойларыңша, бүгін біз Алтайдағы тау немесе шоқы, жалпы таулы аймақ, табиғат туралы сабақ өтетіміз деп ойлап отырсыздар. Олай болатын болса, болжамдарың қаншалықты рас? Соны байқап көрелік. Ол үшін үнтаспадан бірінші аудио мәтінді тыңдап, өз болжамдарыңмен салыстырасыңдар. Мәтіннің атауын талқылайсыңдар. Дескриптор мәтінді өз болжамдарымен салыстырады, мәтін атауын талқылайды. Алтайдың сұлу шоқысы. Өр Алтайда сұлу шоқы деген жер бар. Сол өңірдегі ең әсем шоқы осы. Күншілік жерден мен мұңдалап жар салып, оқшау тұрады. Сұлу шоқы сонау бұршақтары жарбиған аласа болыпты. Жыл өткен сайын биіктеп, басынан ұшқан құсты, соққан желді асырмайтын жоталы болып келеді деседі. Сұлу шоқының етегі жайпақталып басталып, бірте-бірте тіктенеді. Жауыннан кейін көз тіксеңіз, етегін қалың қою тұман орап, бірақ ол тұман ұшар басына жете алмай дымығырайды. Ал сол аппақ тұман күн нұры төгілсе болды, дәл күн шығыс тұсынан екіге қақ жарылып, жұмыртқадай аршылады. Кейде сұлу шоқы түн баласында сыңсып ән салып тұрғандай мұңлы да әуезді үн шығарады деген қауесет те бар. Білесіз бе, тау өңірінің күзі, тау өңірінің адамдары бір түрлі шықпақ, бір түрлі еркін. Тау өңіріне бір рет барып қайтсаңыз, өне бойы арылмайтын Алтайдың өзіндей бір асқар арман арқалап қайтасыз. Бұл жаққа қазір мүмкін қар жауып қалғанда шығар. Мүмкін түндегі жауған қар күн көтеріле еріп кеткенде шығар. Шіркін-ай, Алтай күзінің шын сырын, Алтай күзінің нағыз бояуын қашан ұғып, қашан табар екенбіз. Ендеше, мына сұрақтарға жауап беріп көрелік. Тыңдаған мәтін сендердің болжамдарымен сәйкес келді ме? Мәтінге Алтайдың сұлу шоқысы деген ат берілуінің себебі неде? Мәтінге басқа қандай ат қоюға болады? Иә, Алтайдың сұлу шоқысы деп аталуының себебі Алтайдағы сұлу шоқы деген жер туралы, яғни тау туралы болғандықтан осындай атау беріліп тұр. Дұрыс, мәтінге Алтайдың таулары немесе сұлу шоқы деген атауларды қоюға да болады. Жарайсыздар балалар. Ендеше, осы мәтінмен жұмыс жасап көрелік. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін жауапты белгілеңдер. Дескриптор мәтін мазмұнын түсінеді, сәйкес келетін жауапты белгілейді. Яғни, берілген сөйлемдерді мәтінмен салыстыра отырып, дұрыс-бұрысын табуымыз қажет. Жарайсыңдар балалар. Ендеше, жауаптарыңды салыстырып көрелік. Алтайда сұлу шоқы деген атына заты сай керемет тау бар. Өте дұрыс. Сұлу шоқы алыстан қарағанда бірден көзге түсе қоймайды. Дұрыс емес, себебі мәтінде сұлу шоқы алыстан бірден көрінетіндігі туралы айтылған.
Күн өткен сайын өр Алтайдың су шоқысы аласарып барады. Дұрыс емес. Себебі мәтінде өр Алтайдың керісінше күн өткен сайын өсіп, яғни биіктеп келе жатқандығы туралы суреттелген. Өр Алтайға бір барып қайтқан адам үлкен арманмен оралады. Дұрыс. Тау өңірінде тұратын адамдардың мінезі де тау секілді құпияға толы. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ендеше, бүгінгі әдеби тілдік нормалардан біріккен сөздердің жазылуы туралы білетін боламыз. Біріккен сөздер қалай жазылады? Соған назар аударайық. Біріншіден, құрамындағы түбір сөздер бастапқы қалпын өзгеріссіз сақтап бірігіп жазылады. Мысалы, көкжиек, қаламқас, ақмарал. Мұндағы мысалдардағы сөздерде түбір сөз ешқандай өзгеріске ұшырамай бірігіп жазылған. Кейбір біріккен сөздер дыбыстық өзгеріске ұшырап айтылуы бойынша жазылады. Мәселен, ботагөз, көгорай, қолғап. Бұл жерде біріккен сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырағандығын байқауға болады. Екінші, жер су атауларының түбірі тұлғалары сақталып бірігіп жазылады. Мәселен, жезқазған, марқакөл. Бұл мысалдарда жер су атауларының түбірі сақталып бірігіп жазылғандығын байқауға болады. Үшіншіден, біріккен сөзден жасалған кісі есімінде екі дауысты қатар келсе, бірі түсіп қалады. Мысалы, Торайғыр, Қожахмет. Осы мысалдардағы Торайғыр деген сөз адамның атында Торы айғыр, яғни а дыбысы түсіп қалғандығын байқаса, Қожа-Ахмет сөзінде а дыбысы түсіп қалғандығын байқауға болады. Төртінші, әр, еш, кей, бір, әлде сөздері есімдіктермен бірігіп жазылады. Мысалы, әркім, ешқайда, кейбіреу. Бірақ осы сөздер зат есімдермен тіркесіп келетін болса, яғни жазылуында бөлек жазылатындығын ескертемін. Ендеше, балалар, білімімізді бекіту үшін 4-ші тапсырманы орындайық. Берілген сөздерді ережеге сай жазыңдар. Дескриптор берілген сөздерді ережеге сай жазады. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше тапсырманы тексеріп көрелік. Күзді күні, қысты күні. Яғни дыбыстық өзгеріске ұшырағандығын байқауға болады. Марқакөл, ешқандай дыбыстық өзгеріске ұшырамаған жер атауы. Жер су атауы. Әйгерім, аққұлақ. Аққұлақ мысалында дыбыстық өзгеріске ұшырамағандығын байқауға болады. Тоқтағұл. Кісі атауында қ дыбысы ғ дыбысқа, яғни өзгеріске ұшырағандығын байқаймыз. Алакөл, Талдықұрған. Бұл жер атауларында да ешқандай дыбыстық өзгеріске ұшырамай түбірлердің жасалғандығын байқауға болады. Қаракөз, г дыбысы, к дыбысы, г дыбысына өзгергенін байқаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше 5-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Берілген сөздердің дұрысын таңдап, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Дескриптор сөйлемдерді дұрыс көшіріп жазады. Яғни қызылмен берілген сөздердің екеуінің бірін таңдап, ережені еске түсіре отырып, жазып шығулары қажет. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы орындап болған болсаңдар, тексеріп көрелік. Сұлу шоқы бір кездері жарбиған аласа болыпты. Кейбір кездері сұлу шоқы жақтан әдемі ән естілетіндей көрінеді. Яғни бұл жерде кей сөзі бір, яғни сөзіменен тіркескен кезде бірге жазылады. Ережені еске түсіре отырып, біз есімдіктермен келген кезде олардың бірге жазылатындығын есімізге түсіреміз. Тау баурайында өскен әр адам еркіндікті жақсы көреді. Бұл жерде керісінше зат есіммен тіркесіп келгендіктен мұнда бөлек жазылады. Алтайдың жайлауында отырғандар қыстаққа әлдеқашан көшіп кетті. Мұнда есімдік болғандықтан бірігіп жазылған. Алтайдағы құс сұлулығының құпиясын әлі ешкім тапқан жоқ. Мұнда да есімдік болғандықтан екеуі
бірігіп жазылған. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің атауын талқыладыңдар, мәтінде көтерілетін мәселені болжадыңдар, Алтайдың сұлу шоқысы туралы оқыдыңдар, біріккен сөздердің жазылуы туралы білдіңдер. Қызықты тапсырмаларды орындап, алған білімдеріңді тәжірибеде қолдандыңдар. Сабағым ұнады деген ойдамын. Олай болатын болса, назарларыңа рахмет, сау болыңдар.